айтам, қыздар, ұлдар, жұмыс таптыңдар ба? Я, мен таптым, мен де табып алдым. Ал сенші, Жанат? Мен таба алған жоқпын. Не, тапқан жоқсың ба? Әлі сонда вообще тапқан жоқсың ба? Я, мүлдем таба алған жоқпын. Жарайды, қорықпа, келесі кезеңдерде табуы мүмкін. Ал кім не қандай жұмыс тапты айтыңдаршы? Мен анандай ертең 8-ден 12-ге дейін жұмыс істейтін боламын. Айына 50 мың табамын. Еще мен андай жануарлар тазалап солай жұмыс істейтін боламын. Мәшін ба күшті ғой, айына 50 мың, жақсы. Ал сенші, Каусар? Ал мен болсам ыдыс жуатын неге тауып алдым? Ана, помните, ана Алматыдамыз онсызда. Короче, қатты тәтті бар ғой. Сол қатты тәттіге жұмысқа тұрып алдым. Ема, қойш, күнде панкейки жеймін десейші. Жоға, білмеймін дегенде, сол жақта ыдыстарды жуамын, короче. Айына тоже 50 мың. Ал сағат қаншадан қаншаға дейін істейсің? Прикиньте, таңғы 8-ден кешкі 8-ге дейін. Мәссаған, жұмыстың көкесі енді басталды дейсің ғой. Я, таңғы 8-ден кешкі 8-ге дейін енді жасаймын сол. Ал мен таңғы 8-ден 12-ге дейін ғана жасаймын. Бір қызық, менде таңғы 8-ден бастап 12-ге жасаймын ғой, екеуміз бірге барып, бірге қайтайық. Жоқ, үшеуміз де бірге қайтпаймыз, менде де 8-де басталады ғой. Я, үшеуміз бірге барайық, сосын қайтқанда екеуміз бірге қайтамыз. Ал сен өзің жалғыз қайтасың екен, сенмен уақыт тең келмейді ешкім. Ал өзің қандай жұмыс таптың? Мен қандай жұмыс тапқанымды өзім де ұмытып қалдым ғой. Бір, короче, сататын жерлер бар ғой. Далада сатып тұрады ғой. Сол жерде бір апа сатып тұр екен. Сол апаға тәттілер сатады екен өзі. Сол тәттілер жұмысқа тұрайын ба десем, тұр деп қуанып кетті. Енді ол менің шын апам сияқты болатын болды ғой. Ол күнде маған 1000 теңге беретін болды. Күніне 1000 теңге. Күшті екен. Еще ол айтпақшы ұмытып кетіппін ғой. Маған жұмысқа тұрғаны үшін маған осындай сыйлық берді. Мәссаған, ол қандай сыйлық? Мінекей осындай торт қой, торт. Мәссаған, бәріміз бөліп жейік. Я, жейік. Бірақ та оны қайда жейміз? Білмеймін. Сол кім? Жанат уайымдамашы. Бәрібір сен бір күні табасың. Я, табасың. Мәссаған, мен ұмыттым барлығын. Біз тұра тұрыңдар. Біз енді қайда қонамыз? Біз қайда қонамыз? Мен білмеймін даже. Мен де білмеймін. Енді не істейміз? Енді біз жұмыс тұрмақ үйіміз жоқ қой. Енді қайда тұрамыз? Давайте жерлер іздеп көрейік, үңгір ма бірдеңке. Я, іздеп көрейік. Мәссаған, мына жақтың барлығында дым да жоқ. Біз ұйықтайтын жерде, үңгірде тапқан жоқпыз. Той, сендердің кішкене бастарын жасай ма? Сендердің жұмыстарың бар. Сен күніне 1000 теңге, екеулерің айына 50 000 теңге табасыңдар. Сонда зарплаталарыңды қосқанда, сен 50 000, 100 000 болады. Сен күніне 1000, сонда бір айда сен 30 000 табасың. Сонда 130 000 болады. Мен ертең жұмыс іздеймін, тапсам, соны 130 000 болды. Сол енді квартира жалдап тұрмайсыңдар ма? Я, бірақ шынымен де квартира жалдап тұрсақ болады ғой? Я, кеттік квартира іздейік. Мәссаған, қыздар, ұлдар, мына үй квартира үй сататын үйге ұқсайды. Я, барып көреміз бе? Я, барып көрейік, кеттік. Я, сәлемесіңдер ме, айта беріңдер, не керек сендерге? Біз осындай жақтағы үйінің біреуіне тұрайын деп едік. Қай үй болса айтасыз ба? Шын ба, сендер үйге өздерің тұрайын деп асың ба? Қалай сонда, сендер әлі кішкентайсыңдар ғой. Сендердің ата-аналарың рұқсат ете ма? Сендердің ата-аналарың қайда? Жоқ, біз өзіміз осылай тұрып, солай істей аламыз. Бізде жұмыс бар, ақша бар дегендей. Я, бізде барлығы бар. Жарайды, бірақ та сендер айына қанша табасыңдар? Барлығымыздың зарплатасын қосқанда 130 000. 130 000 нормально. Енді менің квартираларым келеді сендерге, бірақ сендер өздерің бірге тұра аласыңдар ма? Сендерге тамақ жасап беру керек. Тамақ қайдан жасайсыңдар? Біз сатып ала саламыз, немесе үйренеміз.
болды, көп сөйлемей бізді алыңызшы, біз бір бос үйге барайықшы енді. Ой, жарайды, сендерді көріп қуанып қалдым. Енді өздерің тұрсаңдар, бірақ та үйді бұзып, шашып, олай жасауға болмайды, жарайды ма? Менде 2-ші этаж бос. Маңдар, кім үлкен сендерде? Мен үлкенмін. Жоқ, мен. Білмеймін. Кім үлкен бізде? Ладно, мен аласағайын. Сенде жұмыста жоқ қой, кетіп бар, менде болады кілт. Жоқ, менде болады. Мен сабағымды күшті оқимын. Жарайды, мұны алуға берейін. Рахмет. Если кілттің ақшасы, кілт жоғалтып алатын болсаңдар, онда оны қайтадан жасатып алыңдар, жарайды ма? Жасатып алу үшін тоже ақша керек. Жоқ, біз жоғалтпаймыз негізі кілтті. Я, жоғалтпаймыз. Жарайды, 2-ші этаждағы үйлеріңе бара беріңдер. Рахмет өте көп, біз қатты қуаныштымыз. Айна қанша төлеу керек? Айна 60 000 төлейсіңдер. Шын ба? Жарайды, төлейміз ғой. Ақасы болыңыз, рахмет өте көп. 2-ші этажға келдік, бірақ та 2-ші этажда 2 үй тұр, бірақ біз қайсысын ашамыз? Мынаны ашайық, мынау ғой. Қумаңдаршы, бастарын жасайма, сендердің мына аяқта адам тұрады. Міне, мына аяқта поштасында хаттар келіп тұр. Значит, ол жақта адамдар бар. Ал мына аяқта хат келіп тұрған жоқ, және де ешқандай безендірік жоқ. Сол үшін осы үйді ашамыз. Сенің басың жақсы істейді екен, жарайды. Я, ашайын аяқты енді. Міне, вау, қандай күшті жерге келдік. Маған қатты ұнап тұр. Маған да ұнап тұр. Прям күшті ғой мына жақтар. Басқа жақтарды көрейікші. Вау. Біз мына жақтарға жатамыз. Біз осы жақтарға жатамыз. Ал біз қайда жатады екенбіз? Енді сендерге ана жақта орын бар шығар. Ал біз осы жақта жатамыз бәрібірде. Мен астына жатамын. Онда мен үстіне жатамын. Жарайды енді, ана жақтан орынсы көрейік. Сендерде прям күшті ғой, қараңдар, мына жақта пердесі бар, мына жақта зат қоятындары бар, ал біздікі жаман болып қалса ше? Жарайды енді, соған бола ренжітеміз ба? Соған бола ренжітеміз, ашо. Кухнясы осындай күшті екен. Мінекей төсек. Мен ана артына жатам, онда мен алдына жатам. Екеуміз бірге жатамыз ба сонда? Екеуміз бірге жатамыз. Қандай күшті, маған қатты ұнап тұр. Түнде қорықпаймыз зато. Екеуміз заттарымызды осы жақтарға қояйық. Ұлдардың да заттары көп қоятын жерлері бар ғой. Барлық заттарымызды орналастырып алдық. Үй деген қана жинап қалды. Үй деген тап-таза ғой. Енді үйді таза ұстайық. Андай мұсырларды шашай бермеңдерші. Шашпаймыз ғой. Құдай, ужинға не жейміз? Мінекей, мына жақта ана апам дей берейін мен оны. Апам берген осындай торт, осындай жеміс-жидектер осында өзімен өзі тұр екен, значит біз ала берейік. Ал мына су, мен де келдім тоже ана жейтін жерінен. Осылармен ғана шай ішеміз ба сонда? Енді бірінші күн ғой, бірінші күнде осылай шай іше берейік. Ал қалған күндерінде басқаша шай ішетін боламыз күштілеп тұрып. Жарайды, шай ішейік енді. Бізде даже бар ғой, суқты құятын ыдыстар жоқ екен ғой. Мен көршіден сұрап келейін ба? Сұрап көр, ол біздің көршіміз қандай екен, көрейікші.